маркетплейсте сатып жүрген болсаңыз, ема, пәленше мына товарды сатып байып кетіпті ғой. Қазір мына товарға кіріп, жыба атады, ақша тауып алам деген ойлар сізге келген шығар. Бұл ойлар күшті, бірақ өкінішке орай, бұл схемалар енді жұмыс жасамайды. Неге десеңіз, бұлай жасау сізді прямой минусқа кіргізеді. Ендеше Wildberriesте 2026 жылы не сатамыз, қалай сатамыз, товарға қалай анализ жасаймыз, конкуренттерді қалай зерттейміз, карточкамызды қалай улучшать етіп, SEO-сын, инфографикасын, несін, рекламасын бәрін қалай қосамыз, соның бәрін айтып өтетін боламыз. Ең бірінші қарау керек, сұранысы бар ма, жоқ па, сол жағын полностью қарап шығу керек. Көп новичок бір карточканың сатылымын көреді де, жақсы ниша деп ойлайды. Бірақ бір селлер, бұл значит бүкіл рынок деген сөз емес. Бізге жалпы нишаның, рыноктың динамикасын қарау қажет. Соңғы 90 күнде сатылым қалай өзгерген? Тұрақты өсіп жатыр ма, әлде трендовый товар ма? Или же праздникте өсіп, одан кейін құлап қалатын ниша ма? Соны полностью қарап көру керек. Қазақстан рыногында вечно зеленый нишалар жақсы жұмыс жасайды. Яғни не сезонный товарлар. Мысалға айтатын болсақ, бұл жерде товары для дома, электроника, аксессуары, косметика. Бұл нишалардың бәрі все сезонный товарлар, и сол себепті круглый год сатылып, жақсы ақша алып келіп отырады. Екіншіден, конкуренцияның структурасын түсіну. Бір товарға продавец саны көп болса, онда қорықпаңыз. Бұл жерде маңыздысы кім қанша рыночный доляны алып отыр, соған қарайтын боламыз. Мысалға айтатын болсақ, бұл жерде топ 3 сатушы осы рыноктың 60%-ын алып отыратын болса, былай айтқанда монополистші, ол нишаға кіріп конкурировать ету вообще қажет емес, потому что олар рынокты ұстап отыр. Акуласы деп айтуға болады, былай айтқанда. Ал егер продажа көп продавецтердің арасында бөлінетін болса, ол жерде қарайтынымыз монополизация, жаңағы айтқандағыдай. Если 3 конкурент бір-бірімен монополист болып отырса, ол нишаға кіру қажет емес. Ал бұл жерде біз монополизация жоқ екенін анықтап алып отырмыз. Ал мен берген стратегиямен бұл жерде смело топқа көтеруге болады. Wildberriesте қазір анализ жасауды көрсететін боламын. Біраз нишалар негізі бос Wildberriesте. Мінеки, MStats аналитикалық программасына кіру арқылы меню, одан ары қарай внешняя аналитика, Wildberries, категории, и содан соң мына жерде бірнеше категория шығатын болады. Бірінші бізде қарайтын критерий, то что выручка кем дегенде бір 5 миллион рубльдан жоғары болу керек. Мінеки қазір шықсын. Біз қарайтын категориялар өте көп мына жерде. Женщинам, спорт, дом, детям. Давайте спорт товары көрейік. Осы жерде қазір алдағы уақытта келе жатқан туризмге адамдар көп шығады походқа. Мінеки, походтың нишасы. Мына жерде қарайтын болсақ, тауға демалуды, былай айтқанда СНГ, Россия, Москвада қазір көп кісілер тауға шығып демалғысы келеді. Сол себепті палатка нишасын мен қарап отырмын. Давайте осы нишаны анализ жасап өтейік. Бұл жерде айлық қазіргі оборот 50 миллион рубль оборот жасап отыр екен. Товар в штуках бұл жерде 9500 штук. Продажа саны қарайтын болсақ 13500 штук палатка сатылып жатыр екен. Давайте анализ жасап өтейік. Спортивный товар палатки нишасына кіріп анализ жасайтын боламыз. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, бірінші раздел сводка. Осыған кіріп, бірінші рынокта қанша объем кетіп жатыр, соны қарап өтетін боламыз. Бірінші қарайтын болсақ, бұл жерде міне айына қарайтын болсаңыздар 62 миллион рубль оборот жасап жатыр екен. Упущенная выручка 22 миллион 800 мың, 27% құрайды. Бұл жерде демек рынокта спрос жақсы. Упущенная выручка деген не? Бұл жердегі упущенная выручка то, что қаншама поставщиктер товар жеткізіп үлгермей жатыр, спростың көптігінен, и содан упущенный момент пайда болып жатыр. Ол қалай болады? Мысалға сіз товар сатасыз. И товар сату арқылы сізде мысалға 1000 штук товар заказ бердіңіз. И алдағы уақытта сіздің 1000 штугыңыз бітіп қалатын болса, ол жерде сіз алып 1000 штугыңыз бітіп қалатын болса, сізде жаңағы спростың заказдары негізі клиенттер көріп тұрады сіздің карточкаңызды. Ал сіздің карточкаңызды көрген соң, ол жерде заказ бергісі келеді, но корзинаға добавить етіп қояды.
Ал сол спрос ретінде упущенный момент болып жазылып қалады, когда сізде товар остаток болмаса. Одан ары қарай қарайтынымыз, бұл жерде бұл нишаның процент выкупа с учетом возврата 80%, и монополизация низкая мына жерде қарап тұрғандағыдай. И одан кейін дальше біз қарайтынымыз товары разделы. Товары разделына кіретін болсақ, ең бірінші конкурентіміз, былай айтқанда, дальнейшем кіретін болсақ, бұл кісі 4 миллион рубль бір карточкамен жасап отыр екен. Екінші конкурент 1 682 000, 1 593 000. Осылай бірнеше карточканы анализ жасап қарау арқылы сіздерде осы жерге карточкаңызды қосып сауда жасасаңыздар болады. Одан ары қарай қарайтынымыз бізде тренды. Тренд бұл қарайтын болсаңыздар, бұл сезонный товар. Негізі апрель, март айларында уже жақсы сатылып бастайды екен. Июльдің ортасына дейін жақсы сауда жасап, бұл нишадан шығып кету керек болады. Потому что пик сезона осы жерде көріп тұрғаныңыздай 431 миллион рубль алдыңғы жылы жасаған екен. Бұдан да ары қарай бірнеше раздел бар. Если что, бесплатное обучениеге келіңіз, сонда полностью көрсетіп өтетін боламыз. Осы стратегия арқылы сіз анализ жасап, біраз нишаларды көру арқылы анықтайсыз, то, что мына нишаға кіруге бола ма, жоқ па. И содан соң осы стратегия арқылы сіз алып нишаға кіріп, топқа көтеріліп, өз пайдаңызды тапсаңыз болады. Үшіншіден, юнит экономика. Сіздің товарыңыздың бағасы қаншадан сатылып жатыр, сіздің қалтаңызға қанша түсіп жатыр, маржасы бар ма, жоқ па, сол бойынша толық есептеп өтетін боламыз. Алдын ала есептеген кезде мына дүниелерді міндетті түрде оцифровать етеміз. Товардың себестоимости, ол себестоимость деген жаңағы Қытайдағы себестоимость емес, сіздің Қытайдан Москваға жетем дегенше соны полностью есептеу керек. Сіздегі себестоимость Қытайдағы плюс оған логистикасы, одан ары қарай упаковка, одан ары қарай жаңағы Wildberries складына кіргізіп, логистикасы Wildberries өзінің, одан ары қарай рекламный расход, хранение, одан ары қарай внешний трафик, осының бәрін полностью есептеу керек болады. Осы моментте ең басты фокус қоятын нәрсе, ол таза маржа қанша тауып жатсыз. Если таза маржа ол жерде 20%, 25%-тен төмен болатын болса, значит жұмыс жасауыңыз қиын болады. Одан төмен сататын болсаңыз, масштабтау өте қиын болады. Неге десеңіз, сіздің товар оборотыңыз өте үлкен, товарға салып жатқан ақшаңыз көп, но сіздің тауып жатқан пайдаңыз өте төмен. Сол себепті сіздің өсуіңіз ұзақ болады. Мінеки, мына жерде Wildberries'те фенотчетқа кіріп, полностью тексеретін боламыз. Продажа, логистика, міне қандай ценада сатылып жатыр. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, цена розничная 49 000 теңгеден сатылып, ол СПП мен клиентке 31 000 теңге болып көрінеді. Бірақ бізге СПП данный моментте қайтады. Одан ары қарай біздің қалтамызға түсетін 49 000 теңге. Одан ары қарай жаңағы комиссиялардың бәрін алып тастаймыз. Мына жерде комиссияларды оқып өтсеңіздер болады, если что. Ары қарай қарайтын болсақ, бізде ең басты момент, то, что біз қарайтынымыз, к перечислению продавцу за реализованный товар. Услуги по доставке покупателю. Бұл жерде қарайтын болсақ, к перечислению продавцу 41 975 теңге түскен, одан аламыз 6552 теңгені. Одан кейін ол ақша полностью бізге KaspiPay-ге түседі. KaspiPay-ге түскен соң, одан 4% налогты алып тастайтын боламыз. Сол кезде бізде общий доход түсетін болады. Енді доходтан біз аламыз себестоимость товары. Қытайдан бастап Wildberries'ке жеткендегі. Бізде айтатын болсақ, бұл жерде себестоимость товары 14 700 теңге. Енді бізде маржинальность 12 000 теңге болады. Мына жерде қарайтын болсақ, 41 975 теңге. И одан кейін минус 6552. Давайте калькуляторды ашып, сразу санайық. 41 975. 41 975 минус 6552. 6552. Бізге KaspiPay-ге түсетін ақша бұл жерде 35 423 теңге. Енді бұдан аламыз минус 4% налог.
минус 4% налог алатын болсақ, бұл жерде 34.006 теңге бізге КСПП-имізге түседі екен. Бұл товардың себестоимости бізде 14.790 теңге. 14.790 теңге. 34.006 теңге біздің КСПП-имізге түсіп жатыр. Одан себестоимость товара оның ішіне полностью Қытайдан бастап Москваға кіргенше Wildberries складына сол кіретін болады. Осын минусаға жетсек, бұл жерде бізде 19.216 теңге түсіп отыр. Былай айтқанда, бірге бір маржинальность. Төртіншіден, топ карточкаларды анализ жасау. Нишадағы топ карточкаларды ашыңыз, фото сапасын қараңыз, видео контентін қараңыз, отзывтарын оқып шығыңыз. Полностью анализ жасау керек. Инфографикасы бар ма, жоқ па, соны полностью қарап шығыңыз. Одан кейін анализ жасаған соң, ішіндегі ключевой сөздерді анализ жасап шығыңыз. Ішінде ключевой сөздермен органикасы топта тұрма, жоқ па, оның ішінде кластерлерін анализ жасап көріңіз. Внешний трафикпен сатады ма ол товар, соның полностью қарап шығыңыз. Мысалға қарайтын болсақ, давайте мына карточканы анализ жасап көрсетейін сіздерге. Сыворотка для лица, мына жерде қарайтын болсақ, 2920 отзывы бар екен, 4,7 рейтинг. Одан кейін қарайтын болсаңыздар, синий галочкасы бар. Анализ жасау арқылы мына жерде қарап отырық, через МП-Stats, Каледина, Алматы Атакен, тағы да басқа складтарға салып қойған екен товарларын. Мінеке мына товар. Одан ары қарай қарайтын болсақ, бұл жерде полная статистиканы басу арқылы біз қарап көреміз. Бұл товарда қанша аборт болып жатыр. Одан ары қарай процент выкупа қанша. Мені қарайтын болсаңыздар, процент выкупа 90-72. Енді бұл жердегі қарайтын мәселе 365 күнге қойып қарап көреміз. Давайте сразу мына жерде ключевой сөздеріне көшейік. Қандай ключевой сөздермен сауда жасап жатыр екен. Axis Y деген ключевой сөз, ол бренд екен. Одан кейін мына ключевикпенен. Сыворотка для лица увлажняющая. Осы ключевой сөзбенен сатып жатыр екен. Бұл жерде частотность 39.175. Органикалық позициялары 92, 102, 101. Осындай позицияларда тұр. Мінеке мына жерде қарайтын болсаңыздар, частотность 22.261, одан ары қарай 63, 63, 66, 68, 74. Міне осындай ключевой, мына ключевикпенен осындай позицияларда тұр. Осылайынан отырып анализ жасап шығамыз. Дальше қарайтынымыз мына жерде обязательно отзывқа қарап көреміз, қандай отзывтар түскен екен. Смотреть все отзывы деп бір қарап шықсаңыз болады. Конкуренттің слабый жерін осы жерден анықтап, сіз өзіңіздің карточкаға, өзіңіздің товарыңызға соны дополнить етсеңіз болады. Мінеки. Отырып қарайтын болсаңыз, міне особо эффекта не увидела дейді. Значит, бұл жерде товардың качествосы кішкене слабый болуы мүмкін. Сол себепті Қытайдағы заводтармен келісу арқылы товардың качествосын көтеруге болады. Бесіншіден, алгоритм логикасын түсіну. Wildberries алгоритмі стабильный динамиканы жақсы көреді. Ол жерде бастапқыда ең бірінші карточка ашқан кезде 14 күнге new деген флажок тұрады. Сол кезде сіздің карточкаңызды тез топқа көтеріп алуға болады. Бір сіздерге лайфхак. Енді ары қарай айтатын болсақ, бұл жерде товардың позициясы 400-300 орында болады. Если конверсия жақсы болатын болса, бұл товарыңызды жақсы продажаға шығарып көтеріп жүрсеңіз болады, если дұрыс рекламасын настроить етсеңіз. Сәйкесінше, енді сіз сезонный товарға кіретін болсаңыз, сезонный товарға ол жерде 2-3 ай алдын кіріп, жақсы раскрутка жасап, отзыв жинап, уже сезонға дайын отыруыңыз керек. Мысалға айтатын болсақ, палатка нишасы. Палатка нишасы жаңағы 3 айдан бастап 7 айға дейін жақсы продажаны ұрады. Сол аралыққа кіру үшін сіздер январь айында уже палаткаларды Wildberriesке салып, сата беруіңіз керек. Отзывтары жиналып, одан ары қарай сіздің ключевиктеріңіз топқа көтерілетін болса, уже сезонға дайын боласыз 2 айдың уақытысында. Өйткені сіз товарыңызды 2 ай бойы не істейсіз? Қытайдан заказ беріп, оны Wildberriesке кіргізіп, органикасын көтеріп, содан кейін продажа жасайсыз, и жақсы продажалар само собой кететін болады. Енді қорытындылай келе, Wildberriesте жақсы сататын товарды табу, жақсы ақша табу интуицияға салатын нәрсе емес.
Бұл жерде сіз четкий анализ керек, цифрамен жұмыс істеуді білуіңіз керек. Біріншіден айтатын болсақ, бұл жерде сіз обязательно спросты тексеруіңіз керек. Екінші қарайтын болсақ, сезонный товар ма или не сезонный товар ма, соны обязательно қарап шығуыңыз керек. Өйткені все сезонный товарға кірген кезде сіз смело жыл бойы сата бересіз. Ал сезонный товарға кірген кезде сіз алдын ала 2-3 ай алдын кіруіңіз керек. Одан ары қарай сіз ол нишаға кірерден алдын бірінші Қытайдағы бағасын біліп алуыңыз керек. Если стоит, тогда кіресіз. Стоит деген ол қай уақытта? Бұл жерде қарайтын болсақ, мысалға сіз Қытайдағы бағасы 300 теңге, а Wildberriesте сатылып жатқан бағасы 4000 теңге. Сол кезде сізде маржинальность уже 200-300%-тен жоғары болады. Енді ары қарай төртіншіден айтатын болсақ, бұл жерде сіздің карточкаңызды дұрыс толтыру керек. Ішіндегі SEO оптимизациясы мен видео, фото контентті четкий қылып жасайтын болсаңыз, CTR-ыңыз выше болады и конверсия жақсы жұмыс жасайды. Бесіншіден айтатын болсам, алгоритм. Бұл жерде бастапқыда сіз товарыңызды барынша бүкіл складтарға шашу арқылы клиентке жақын болған сайын товар, сіздің товарыңыз топта тұрады и рекламный расход аз болады. Осы экосистеманы сіз өзіңіздің стратегияңызда система қоятын болсаңыз, командаңызбен жұмыс жасайтын болсаңыз, сол кезде масштабқа шығып, миллиондаған ақшаларды тапсаңыз болады. Егер де ниша таппай қиналып жүрсеңіз, обучениеден обучение алып шаршаған болсаңыз, мен сізге ұсынысым бар. Бұл жерде сіз ешқандай обучениеге, нишаға төлемейсіз. Мысалға айтатын болсақ, бұл жерде обучение 1 000 000 теңге, нишаға 1 000 000 теңге. Сіз осының бәріне ешқандай ақша маған төлемейсіз. Бұл жерде ұсынысым, менің логистикалық компанияммен серіктес болып жұмыс жасайтын болсаңыз, бізде команда полностью системна дайын. Қытайдан бастап товарыңыз Москваға жеткенше полностью под ключ жүргізіп бере алады. Бұл жерде қарайтын болсаңыз, сіздің товарыңызды закуп жасайды, одан кейін товарыңызды Алматыға немесе Москваға келіп, полностью упаковкасын жасап, Wildberries складына кіргізіп беретін болады. Одан ары қарай сізге ниша под ключ беретін болады. Маржасы бұл жерде 60-70%-тен жоғары. Біздің логистикалық компаниямен қазіргі таңда 250 клиентіміз жұмыс жасап жатыр. Бізде келген бірнеше клиенттер, мысалға айтатын болсақ, 5 миллион закуп жасап, күніне 300 000, 400 000, 500 000-ға дейін сауда жасап жатыр. Уже до закупқа кетіп жатыр. 5 миллион салған кісілер уже артынан 10 миллион, 15 миллион салып жатыр. Енді сізде ойлайсыз, то, что бізде қандай выгода бар деп. Бұл жерде біздің пайда логистикалық компанияда. Логистикалық компания бұл жерде сіздің товарыңызды Қытайдан бастап Алматыға немесе Москваға жеткізгенге, одан ары қарай Wildberriesке жеткізгенге, юань ауыстырған кезде и одан кейін жаңағы упаковка, маркировка сол жағынан пайда табатын боламыз. Ал сіздермен болған, мен Сыдықбай Арман, Wildberries эксперті, Қытайдан осыған дейін 100 миллионнан астам закуп жасап, қазір айына 60-70 миллион оборот жасап жүрген эксперттің. Если что, бізбен жұмыс жасаймыз десеңіздер, go ехала, подписка жасап, лайк, комментарий басып қойыңыздар. До встречи.